Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мен Әйгерім үй жағдайында бір ғана жұмыртқамен жасалу жолы оңай болып шығатын печеньдің жасалу жолын үйрететін боламын. Ол үшін ең алдымен бізге сары майымыз қажет болады, және де оның үстінен қантымызды салатын боламыз. Қантымызды салып, майы мен қантты жақсылап араластырып алатын боламыз. Бір-бірімен бірігіп араласу қажет. Бір-бірімен жақсылап біріктіріп араластырып болғаннан кейін үстінен жұмыртқамызды салатын боламыз. Бір жұмыртқамызды жарып салып алдым. Енді одан кейін оны жақсылап араластырып алатын боламыз. Мен бұл рецепттерді описаниеда жазып қалдыратын боламын. Сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Жұмыртқамызды салып жақсылап араластырып жатырмыз. Енді араластырып алғаннан кейін үстінен ұн салатын боламыз қамыр илеу үшін. Ұнымызға 1,5 шай қасық разрыхлитель қамыр қопсытқышымызды салатын боламыз. Қамыр қопсытқышымызды ұнға салып, жақсылап ұнға араластырып аламыз. Содан кейін қамырын илейтін боламыз. Қамыры қатты да болмау қажет, жұмсақ та болмау қажет. Орташа қамыры илену қажет. Қамырымыз осылай әдемі болып иленіп шықты. Енді осы қамырды 10-15 минутқа қойып қоямыз, бетін жауып. Он 15 минутқа қойып алдым. Енді қамырымызды алып жайып аламыз. Оны себіп отырып жайыңыздар, себебі қамырыңыз қолыңызға жабысып қалатын болады. Оны себе отырып жайып алдық. Жақсылап қатты қалың, қатты жұқа болмау қажет. Орташа жайылу қажет қамырымыз. Сонда печеньеміз әдемі шығатын болады. Қамырымыз осылай қатты да жұқа болған жоқ, әдемі нормально қамыр жайылып шықты. Енді оны форма болса формамен, формаларыңыз болмаса осылай бокалменен дөңгелекше етіп шықсаңыздар болады. Бокалменен тегіс дөңгелек қылып печеньді қойып шықтым. Шет-шетіндегі қамырларын алып тастаймыз. Түгелдей алып тасталынғаннан кейін табамызға жайғастыратын боламыз. Табамызға пергамент қағаз төсейміз. Пергамент қағаз менде болмағандықтан жай қағазды төседім. Осылай пеште 180 градуста пісіріп алатын боламыз 20 минут көлемінде. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.